Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың Онкар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біз айыппұлдар туралы айтамыз. Көптеген видеолардың астына сіздер Қазақстан емес штрафстан болдық деп жазып жатасыздар. Енді осы айыппұлға түсудің қаупі бұрынғыдан да күшейе түсті. Оған бірнеше фактор әсер етеді. Әуелгісінен бастайын. Заңға қазір бізде орташа жылдамдық деген ұғым енгізіліп жатыр. Ол қалай жұмыс істейді? Ол әзірге қаланың ішінде емес, қала сыртындағы трассаларда жұмыс істейді. Мысалы, белгілі бір қашықтықты сіз рұқсат етілген жылдамдықпен белгілі бір уақыттың ішінде өтуіңіз керек. Ал егер де одан жылдам өтсеңіз, сіз жылдамдықты асырған болып есептелесіз. Қарапайым тілмен айтсақ, мысалға Астана және Астанадан 100 шақырым жердегі Ақкөл деген жер бар. Сол екеуінің ортасын мен мысалға айтып отырмын. 100 шақырым делік. Рұқсат етілген жылдамдық бұл жерде сағатына 140 километр. Яғни сіз сол 100 шақырымды 40 минуттың ішінде, мен енді нақты есебін айтып отырған жоқпын, 40 минуттың ішінде, егер 140 пен жүрсеңіз, 40 минуттың ішінде өтуіңіз керек. Дегенмен Астанадан шыққан уақытында, Астанадан шыға берісте камера сіздің шыққан уақытыңызды белгіледі, Ақкөлге жеткен уақытыңызды белгіледі. Осы уақытта сіз 40 минутта емес, мысалға 25 минутта жеттіңіз делік. Яғни сіз камера жоқ жерде жылдамдықты асырдыңыз деген сөз. Сізге осының барлығын есептеп енді айыппұл келеді. Қала шетіндегі трассаларда жұмыс істейді. Әзірге қаланың ішінде бұл жұмыс істемейді. Қаланың сыртында да қосылған жоқ, бірақ жуық арада қосамыз деп отыр. Жалпы соңғы уақытта қала сыртында әсіресе ауыр апаттардың көбейіп кеткен желеу етіп осындай қадамдарға барып отырмыз деп отыр. Ішкі істер министрлігі ең ауыр жол көлік оқиғаларының, адам шығыны көп болатын жол көлік оқиғаларының 90% осы қала сыртында болады. Ал қала ішінде жол ережесінің сақталуына қандай шаралар қабылданып жатыр? Қазір Қазақстан бойынша барлық қалаларда, барлығын алған кезде 24 мың камера бар екен. Ол 24 мың камера үлкен жолдардағы жол ережелерінің бұзылуын толықтай автоматты түрде түсіріп базаға жіберіп отырады. Жалпы қаланың ішінде тіркелетін жол ережесін бұзу деректерінің 70%-ын осы камералар, яғни мысалға қарапайым тілмен айтсақ, Астанада Сергек бар, осы сияқты автоматтандырылған камералар 70%-ын анықтайды екен, қалғанын патрульдік полиция қызметкерлері анықтайды. Енді оның функциясында күрделендіреміз деп отыр. Яғни қазір автобус жолағын жылдамдықты асыру сияқты ереже бұзуларды анықтап отыр ғой. Болашақта телефонмен сөйлесу, қауіпсіздік белдігін тақпау сияқты одан да қосымша функциялары қосылып, осындай ереже бұзуларды анықтауға мүмкіндігі болады деп отыр осы камералардың. Еще одним фактором ДТП является низкая транспортная дисциплина. То есть по вине водителей совершается 90% дорожно-транспортных происшествий. МВД проводится большая работа по наведению порядка на дорогах. Акцент на профилактику. Для усиления контроля на дорогах внедряем цифровые решения. В городах уже установлены свыше 24 тысяч автоматических камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Ими выявляется 70% от всех нарушений ПДД. Патрульные автомобили оснащены системами фиксации нарушений ПДД. Прорабатывается вопрос их установки на маршрутных автобусах, машинах скорой помощи. Это нам позволит, во-первых, повысить культуру вождения, во-вторых, обеспечить принцип неотвратимости наказания и, в-третьих, расширить возможность контроля на дорогах. Қала ішінде жүретін маршруттық автобустарға және жедел жәрдем қызметінің көліктеріне арнайы камералар орнатылмақшы. Ол өзінің маңайында жүрген көліктердің жол ережесін бұзу деректерін анықтап отырады. Қазір мысалға 360 камерасы бар патрульдік машиналар жүр ғой. Тура сол сияқты автобустар, жедел жәрдем көліктері маңайындағы көліктердің жол ережесін қаншалықты сақтағанын аңдып отырады. Егер де тура сол автобустың қасында барып сіз сплошнойден өтіп кетсеңіз, немесе автобустың алдында бас лейнмен жүрсеңіз, автобус жолағымен жүрсеңіз,
сізге айыппұл келеді. Жедел жәрдем қызметіне де тура осындай камералар орнатылуы мүмкін. Сондықтан қала ішінде жолда жүру өте қиын болып бара жатыр. Тағы мынадай жаңашылдық. Жол ережесін бұзған адамды видеоға түсіріп алып, соның видеоны апарып полицияға өткізген адам, оның қай уақытта, қай жерде бұзғаны туралы айтып, баяндап берген адамға сыйақы беріледі. Мысалы, сіздің көлігіңіздегі видео регистратор алдыңыздағы көліктің жол ережесін бұзғанын түсіріп алды делік. Сіз ол видеоны сақтап полицияға апарасыз, міне осындай көлік, мемлекеттік нөмірі осындай жерде жол ережесін бұзды деп апарып бересіз. Сол сіздің берген видеоңыз бойынша ол адамға айыппұл салынады. Кейін оған салынған айыппұлдың белгілі бір пайызы жаңағы видеоны апарып тапсырған адамға сыйақы болып түседі. Осындай ереже қарастырылып жатыр. Немесе ол видеоны тапсырған адамға өзге де бір жеңілдіктер жасалуы мүмкін. Яғни қала ішіндегі автобустарда, қоғамдық көліктерде тегін жүру, тағы да басқа осындай шағын жеңілдіктер жасалуы мүмкін деп отыр. Бұл жалпы қалай ойлайсыздар? Азаматтардың, адамдардың арасындағы бір-бірін сату, бір-біріне қастандық жасау деген сияқты мәселелер бола ма? Әлде керісінше, өзінің жазаға тартылмайтын біле тұрып, өзгелердің өмірі мен денсаулығын қауіпке төндіріп жол ережесін бұзатын адамдар бар. Сондайларды жөнге салуға керісінше тиімді тәсіл бола ма? Қалай ойлайсыздар? Былайша айтқан кезде бұл дұрыс нәрсе ме, әлде тоқылдақтардың көбеюіне алып келетін нәрсе ме? Айтпақшы, осы жаңалықтармен бірге полиция қызметкерлері мынадай ақпаратты да бірге шығарды. Егер де сіз қаланың ішінде шамыңызды, жарығыңызды жақпай жүрсеңіз, сізге бірден айыппұл салынбайды. Полиция қызметкерлері алдымен сізге ескерту жасап, шамыңызды жағып алыңыз деп айту керек. Егер де сіз оны тыңдамай келесі полицияға ұсталсаңыз, сол кезде ғана сізге айыппұл салынады дейді. Қазір ұстап болса 11.000 теңге айыппұл салуға олардың құқықтары бар ғой. Енді айыппұл салуды сәл азайтамыз деген тура осы жаңалықтар шығып жатқан кезде бірге жаңалықты шығарды. Алкогольді ішімдікке тойып ап рөлге отыратын азаматтарға қатысты да өзгеріс бар. Әуелгісі мынадай. Бұрынғы заң бойынша жүргізуші куәлігі жоқ адам ішіп алып рөлге отырып полицияға ұсталып қалатын болса, 15 күнін жаңағы отырып шығады, 15 тәулікке қамалады. Одан шыққаннан кейін ертеңіне барып емтихан тапсырып жүргізуші куәлігін алуға мүмкіндігі бар еді. Енді жүргізуші куәлігі жоқ азаматтар ішіп алып рөлге отырып ұсталса, оның қамауынан бөлек 7 жыл бойы емтихан тапсыру құқығынан айырылады. Яғни алдағы 7 жылда ол жүргізуші куәлігін ала алмайды деген сөз. Ал ішіп алып ұсталып жаңағы медициналық сараптамадан өтуден бас тартқан азаматтар 8 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Жолда жүру ережелерін осыншама қатаңдатып жатыр, және айыппұлдар саны осыншалықты көбейіп жатыр. Абайлап жүріңіздер, амандықта жүздесейік.